Алтын балта ертегісі. Ертеде бай мен кедей болыпты. Бай мен кедей көрші тұрған екен. Кедей диірменге барса, байдың балтасын сұрап алады екен. Бір күні кедей диірменге барып, балтасын ағып жатқан диірменге түсіріп алады. Кедей диірменшіге балтамды алып бер дейді. Диірменші қолын диірменге салып, бір алтын балтаны алып шығады. Диірменші кедейден: «Мынау ма сенің балтаң?» деп сұрайды. Кедей: «Жоқ, бұл менің балтам емес» дейді. Диірменші екінші рет қолын салғанда күміс балтаны алып шығады. Сонда диірменші оған: «Мынау ма сенің балтаң?» деп сұрайды. Кедей: «Жоқ, бұл менің балтам емес» дейді. Сонда диірменші үшінші рет қолын салғанда бір ағаш балтаны алып шығады. Диірменші кедейден: «Мынау ма сенің балтаң?» деп сұрайды. Сонда кедей: «Иә, осы менің балтам» дейді. Сонда диірменші кедейге: «Пейілің, таза адам екенсің. Сондықтан мына балтаны ал» дейді диірменші кедейге. Кедей үйіне барып, байға не болғанын барлығын айтып береді. Балтаны ағып жатқан диірменге қалай түсіріп алған айтып береді. Бай кедейдің айтқанының барлығын тыңдап алып, диірменге барады. Ол әдейі балтасын диірменге түсіріп алады. Бай диірменшіге балтамды алып бер дейді. Сонда диірменші алтын балтаны алып шығады. Диірменші байдан: «Мынау ма сенің балтаң?» дейді. Сонда бай диірменшіге: «Менің балтам» деп айтады. Диірменші байға: «Өтірік айтпа, мынау сенің балтаң емес» деп өзінің ағаш балтасын береді. Ертегі ұнаса, лайк басып, комментария жаза отырыңыздар. Бұдан да басқа ертегілерді тыңдағыларыңыз келсе, менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар.